Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Динара Болаттың «Өмірге шексіз ғашық» кітабынан сапалы өмір тарауындағы бір-екі бетті оқып бергім келіп отыр. Өте мағыналы, біздің қазіргі қоғамның бір дерттерін айтып өткен екен. Барлығымыз қу дүниенің құрбанына айналып келе жатқанымызды мойындау керек. Асығамыз, жарысамыз, бәсекелесеміз. Осы өмірде көзімізге көрінген бар жақсыға таласамыз. Жолымызда кездескенде емденсек деп әлек боламыз. Көргенімізге қолымыздың ұшында тигізбей, ұнатқанымызды алыстан жақсы көріп, оны көзімізбен ғана алыстан сүюге қабілетсіз болып барамыз. Себебі алдымыздан шыққан жақсыға біз өзіміз мүмкіндік деп ат қойып алғанбыз. Ал айналамыз бізге кездесті ме, мүмкіндіктен қапы қалма деп үйреткен. Шын мәнінде біздің алдымыздан шыққан жақсының мақсаты мүлде басқа болуы мүмкін. Біз күйзелісте жүрген қоғамбыз. Сәйкесінше күйзелісті серік еткен жандармыз. Неге? Себебі біз тым белсендіміз. Арман мақсаттарымыз тым асқақ, тым күрделі. Жоқ, армандама демеймін, армандаңыздар, мақсат қойыңыздар. Тек оларды іске асыруға кіріспес бұрын, сіз өз алдыңызға қол жеткізуі міндетті деп қойған тармақтар сізді шын бақытқа жеткізе ме? Соны түсініп алғаныңыз жөн. Кейбіреуіміз баламызға уақыт таппай, өзімізді түгел карьераға арнаймыз. Ал кейбіреуіміз саябаққа шығып, бар кеудемізбен таза ауаны құмарлана жұтып демалуға ыңғайлы сәт таппай, дәулеттің соңына түсіп аламыз. Өкінішті. Өзіме көңіл бөлуге уақыт болмай кеткенде маған қуаныш сыйлай алмайтын шабысты тоқтатып, мені қазығыма қайта келіп тоқтататын бір мысал бар. Мысалда, шәкірт ұстазына келіп өзінің өмірден қатты шаршағандығын, өзін соңғы кезде жоғалтып алғандығын айтып ақыл сұрайды. Сонда ұстазы шәкіртіне мақсаттарыңды азайт деп кеңес береді. Ойлап қарасақ, көпшілігіміз өзімізге, жанымыздағы ең қымбат адамдарымызға, өмірдің шынайы құндылықтарына бет бұруға шама бермей қоятын мол табысқа кенелу, атақ мансапқа қол жеткізу, ерекшелену, қоғамның келбеті болу секілді түкке тұрғысыз әрекеттермен айналысамыз. Әсіресе Астана, Алматы, Ақтау, Шымкент секілді ірі жағдайы тәуір қалаларда бітпейтін шаруа, той думан, күнде презентация, тұсаукесер, мереке. Кейбіреулеріміз әйтеуір сол жерден көріну, сол шарада болатын танымал адамдармен қатар болды дегізу мақсатында кез келген жерден қалмаймыз. Бару керек, ұят болады тағы бар. Естеріңізде болсын. Көштен қалмай жарқ еткен жерлердің барлығынан табылуға тырысатындар түбінде ешқай жерде болмағанын түсінеді. Досы көптің досы жоқ. Мыңдармен жұтылып кетпеңіз, байқаңыз. Я, жұтылып кету қаупі бар. Себебі сіз үлкен қуатсыз. Адаммен араласқан сайын сол жерде қуатыңыздың белгілі бір бөлігімен қоштасасыз. Өзіңіз байқап көріңіз. Қарапайым 2-3 күн қатар қонаққа барған адам қалай шаршайды. Арасына күн салмай қонаққа барған адам сөлін сығып алған лимонға айналады. Рухани иммунитетіңіз әлсіреп, күйзеліске дайын тұрасыз. Себебі сіз өзіңізді рухани азықтандырып, қуаттанудың орнына барған жердің бәрінде өзіңізді шаршатып қалдырып кеттіңіз. Тым белсенді өмір кез келген адамды қажытады, шаршатады. Оның түбі жақсылық емес. Белсенді өмірдің адамды шын бақытқа кенелтуге қабілетсіз армандары мен мақсаттары. Сіз оларға жеткен күннің өзінде үлкен бір құлазу құдығына айналады. Себебі амбицияға толы, жарқ-жұрқ еткен жолдың соңында өзіміздің ең маңызды нәрселерді байқамай, нағыз өмірдің жанымыздан өтіп кеткендігін түсініп ақ ұрамыз.